Сәлеметсіздер ме, әріптестер? Бүгін кезекті Gmail платформасын қалай қолдану керектігін, қалай тапсырма құру керектігін көрсететін боламын. Ол үшін біз Google-ге кіріп, сол жердегі мынау Gmail платформасын басамыз. Ең алғашқы шығып тұрған мына батырманы бассаңыздар, бұл жерде сіздерге мынау төбесінде қарасаңыздар, бізге мына түрдің орысша немесе ағылшынша несі бар, аударып береді бізге. Орысшамыз, английскийіміз орысшаға аударылды. Енді сіз бұл сайтқа тіркелмеген болсаңыздар, мына жерден регистрация жасап, поштаңыз арқылы тіркелсеңіз болады. Немесе тіркеліп қойған болсаңыз, мына жерде авторизация батырмасын басасыздар да кіріп кете бересіздер. Бұл жерде менде почта арқылы тіркелгенмін, мен өзімді сохранить етіп болғанмын, сол себепті мен мына батырманы басып кіріп кете берем. Міне, бұл біздің бұл платформадағы жұмыс үстеліміз. Бұл жұмыс үстелінде сіз тапсырмаларды, слайдтарды істеп жатсаңыз, мына жерге тұрады. Міне. Мен кеше мынау әдісті пайдаланып тапсырма құрып жатқан едім. Қазір жалпы платформаны түсіндірген кезде көрсететін боламын. Енді бұл жұмыс үстеліне кірген кезде бізге create Gmail деген, create дегеніміз бұл құру деген сөз. Сіз не құрасыз, не туралы құрасыз, осын басамыз. Енді сізге мына жерде презентация құруға арналған, тапсырмалар құруға арналған, әртүрлі видеолар құруға арналған, әртүрлі бағыттағы мына бет көрсетілген сіздерге. Осы бетте өзіңізге керектіні таңдайсыз. Мына жерде сіздерге презентацияға арналған нелер бар, шаблондар бар, қарасаңыздар. Астында қазір менде интернет жай істеп тұр. Астына қарасаңыздар, сіздерге әртүрлі презентацияға арналған, тақырыптарға сәйкес нелер берілген, слайд жасауға арналған материалдар берілген. Бұның кез келгеніне кіресізде, мынаған кірейік, мейлі, мына көз деген батырманы басыңыздар. Осы жерде қазір сіздерге ашылады. Міне. Старт батырмасын басып, бұл қалай істейтінін бірінші көрсетіп алайын сіздерге. Міне, осылай суреттеді көрсетеді екен. Міне, осылай көрсете береді. Келесін баса бересін мына жерде. Мына жерді бассаңыздар, келесі батырмаларды үстіп көрсетіп таныстыра береді екен. Міне. Енді бұл дәл осылай құрғыңыз келсе, онда сіз мына батырманы басасыз. Сол кезде кәдімгі біз PowerPoint платформасымен жұмыс жасағандай қылып бізге береді. Солай кіріп, тақырыпшаларыңызды жазып, істеп бересіздер. Қазір ашылсын. Міне, тура PowerPoint сияқты бізге бет берілді. Осы бет арқылы сіздер тапсырмаларыңызды құрап, жаңағы өзгертіп істей бересіздер. Мына старт деген батырман өзгертіп, мына жерде тақырыпшаңызды өзгертіп, осылай істей бересіздер. Енді бұл бізде презентацияға арналған, келесісіне өтейік. Біз тапсырмалар құрған кезде қайсынан басамыз? Бұл бізге слайдқа арналған шаблондар болды ғой. Енді келесі бізге тапсырмаларға арналған шаблондар қайсы? Бізге мынау тапсырмаларға арналған шаблондар. Gamification деген. Бұл шаблонда тапсырмаларды әртүрлі бағытта көрсетіп тұратын шаблондар. Бұл шаблондар, міне әртүрлі шаблондар бар. Ойын түрінде кездескен, әркімнің өзінің тақырыбына байланысты. Мысалы, мынау тарихқа кетеді, мысалы, мыналар тарихтарға кетеді, тарихшыларға арналған, немесе әртүрлі бастауыш сыныптарына арналған түрлі бағыттағы тапсырмалардың жиынтығы шаблондары. Мысалы, мына жерде, мысалы, мынаны алайын мен.
Swimming деген, яғни жүзіп жарысады да енді бұл жерде. Бұл жерде қарасаңыздар, мына даусына шығарып қойсақ та болады. Мына жерде старт батырма көресіздер. Мына жерде сіздерге сұрақ беріледі. Мына жерде соның жауаптары беріледі. Кез келген біреуін таңдайсыз. Мына біреуін таңдасаңыз, мына келесіне өтесіз. Келесі сұрақтар осылай ашыла береді. Сөйтіп, бұны кәдімгі өзіңіз осылай істегіңіз келсе, онда мына батырманы басасыздар, тура жаңелдегідей. Осы батырманы бассаңыздар, сіздерге тура PowerPoint сияқты слайд түрінде береді. Сол слайд түрінде құрай бересіздер. Мына, тура осыны мына. Мынаны басасыз, мына жерге тапсырмаңызды жаза бересіз. Мына жерге неңізді құра бересіз. Сөйтіп, бұлар өздері мына жаққа қарай жүзіп барады. Сіз әр тапсырманы дұрыс істесеңіз, мынау жүзіп барады, мынау жүзіп барады. Енді солай тапсырмалар құрыла береді. Келесі видео жасағыңыз келсе, егер де сіз бір видео жасағыңыз келді, тақырыбыңызға сәйкес, мына батырманы бассаңыз, видео деген әртүрлі видеолардың шаблондары шығады мына жерде. Мына не қандай шаблон ашсақ болады мына жерден. Кез келген біреуін ашайық, мына біреуін ашайық. Бұл жерде қазір ашамыз. Бұны жаратылыстану бағытындағы пәндерге жақсы келеді екен. Мына даусымен мына әдемі көрсетіп тұрады. Мына видео слайд жасасаңыз, осылай өзіңіз құрып бере бересіз. Бұл слайдтағы жазуларды мына батырма арқылы құрастырып өзгертсеңіздер болады. Құрметті ұстаздар, студенттер. Дәл осылай кете береді, құрметті ұстаздар. Кез келген тапсырма құрсаңыз, мына жерде квиз деген бар. Бұл жерде жаңағы квиз бар ғой, біз тест аламыз, немесе я, жоқ, дұрыс, бұрыс деген сияқты тапсырмалар жиынтығы да бар мына жерде. Кез келген дүниені тауа бересіздер. Тыңдап, назар аударғандарыңызға үлкен рахмет. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрасаңыздар болады.